Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Қазіргі уақытта қызылша ауруы көптеп тарап жатыр. Қызылша ауруы дегеніміз не? Қызылша ол вирустық инфекция. Ауруды оңай анықтауға болатын ерекше белгілері бар, яғни бөртпелер. Қызылша өте жұқпалы, ауа арқылы таралады. Жасырын кезең бірнеше аптаға созылады. Қалай жұқтыруға болады? Инфекция ауа тамшылары арқылы беріледі. Науқаспен байланыста болған кезде сөйлесу, түшкіру, жөтелу кезінде бұрын қызылшамен егілмеген және ауырмаған адам 100% дерлік жұқтыруы мүмкін. Қызылша вирусы өте құбылмалы. Қызылшаны науқаспен тікелей байланыста болмай, онымен бір үйде болу арқылы жұқтыруға болады. Бақытымызға орай вирус тез өледі. Сондықтан тұрмыстық заттар, ойыншықтар, киім-кешек арқылы жұқтыру мүмкін емес. Балалардағы қызылшаның белгілері. Жасырын кезең инфекциядан аурудың алғашқы көріністеріне дейін 7-ден 17 күнге дейін созылады. Бала жасырын кезеңінің соңғы 2 күнінде, катаральды кезеңде 3-4 күн және бөртпелердің 4-ші күніне дейін, яғни 9 күн ішінде басқаларға жұқпалы болады. Бірінші катаральды кезеңде 1 және 3-ші күндері қызылша респираторлық инфекция түрінде көрінетінін білу маңызды. Бас ауруы, жөтел, мұрыннан су ағу, тамақ ауруы болады. Ауру 3 кезеңнен тұрады. Катаральды бөртпе кезеңі және пигментация кезеңі. Бірінші қызылшаның алғашқы белгілері аурудың катаральды кезеңінде көрінеді. Бұл кезең ұзаққа созылмайды. Тек 3-5 күн және алғашқы нақты белгілердің пайда болуымен сипатталады. Ұйқышылдық пен тез шаршау пайда болады. Жөтел мен мұрыннан су ағу пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар дене температурасы аздап көтерілуі мүмкін. Бұл кезеңде қызылшаның негізгі симптомы тістердің түбінде, аузында ерекше бөртпенің пайда болуы. Бұл дақтардың болуы ауруды ерте диагностикалауға және қажет болған жағдайда баланы уақытылы оқшаулауға көмектеседі. Балалардағы қызылшаның барлық белгілері аурудың динамикасында күшейтеді. Жөтел жиілейді, дене температурасы біртіндеп жоғарылайды және 40 градустың белгісіне жетуі мүмкін. Екінші бөртпелер кезеңі катаральды кезеңмен ауыстырылады. Терідегі қызылша бөртпесі бұл кезеңге тән белгі. Ол бастапқыда құлақтың артында және шаштың өсу аймағында, бас терісінде пайда болады. Бетке, мойын аймағына және кеудеге таралады. Екінші күні иықтың, қолдың, арқаның, іштің терісі бөртпемен жабылады. Үшіншісінде саусақтарды қоса төменгі аяқтар, беті бозарады. Қызылшаға тән бөртпелердің таралуының бұл реттілігі дифференциалды диагностиканың маңызды критерийі болып табылады. Бірақ популярлы экзантема балаларға қарағанда ересектерде айқынырақ. Науқасты тексеру кезінде артериялық гипотензия, яғни қан қысымының төмендеуі, тахикардия, жүрек соғысының жиілеуі, бронхит немесе трахея бронхит белгілері анықталады. Үшінші пигментация кезеңі. Бөртпе пайда болғаннан бастап 3-4 күннің ішінде жағдай жақсарады. Температура қалыпқа келеді, бөртпе жоғалады, пигментация қалады. Ол уақыт өте келе жоғалады. Қалпына келтіру кезеңінде ұйқышылдық, ашуланшақтық және шаршаудың жоғарылауы қалады. Диагностика. Дәрігер науқастың клиникалық көріністері мен шағымдары бойынша диагноз қояды. Қосымша тағайындалуы мүмкін. Қан мен зәрді жалпы талдау, серологиялық зерттеу, баланың қан сарысуындағы қызылша вирусына антиденелерді анықтау, қаннан вирустың бөлінуі, кеуде қуысының рентгенографиясы. Ерекше жағдайларда ғана жасалады. Электроэнцефалография жүйке жүйесінде асқынулар болған жағдайда жүргізіледі. Көптеген жағдайларда диагноз маманға қиындық туғызбайды. Балалардағы қызылшаны емдеу. Балаларда диагноз қойылған қызылша жағдайында емдеу көп жағдайда үйде өтеді. Егер курс ауыр болса, науқас ауруханаға жатқызылады. Сондай-ақ қызылшаның асқынуы бар немесе үй жағдайлары тиісті күтімді ұйымдастыруға мүмкіндік бермейтін балалар ауруханаға жатқызылады. Міндетті ауруханаға жатқызу 1 жасқа дейінгі балалар мен жабық балалар мекемелеріндегі балалар үшін қолданылады. Қызылшамен ауыратын балаға нақты емдеу қажет емес.
бірақ төсек демалысы мен гигиенасын сақтау керек. Сондай-ақ науқасқа көп мөлшерде су ішу керек. Бұл дегидрацияның алдын алады және де оңай сіңетін дәрумендерге бай тағам көмектеседі. Бөртпелерді ештеңемен майлаудың қажет жоқ. Баланы бөлме температурасында сумен жуу жеткілікті. Температура төмендегеннен кейін ғана шомылуға болады. Қызылшаны емдеу симптоматикалық болып табылады. Мұрыннан су ағу кезеңінде мұрынға тамшылар, жөтел кезінде жөтелге қарсы дәрі-дәрмектер, температурада антипиретиктер және тағы басқа жалпы белгілерді жөтел температураны жеңілдету үшін әртүрлі қақырық түсіретін және антипиретикалық препараттар қолданылады. Көзді конъюнктивиттің алдын алу үшін шай қайнатқышына малынған мақта тампонымен жуады. Антибиотиктер әдетте қолданылмайды, олар асқынуға күдік туындаған кезде тағайындалады. Балалардағы қызылшаның алдын алу оның денсаулығы мен толыққанды дамуының маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Сондықтан қызылшаға қарсы егу профилактикалық егу күнтізбесіне кіреді. Алғашқы вакцинация 12-15 айлық дені сау балаларға беріледі. Вакцинацияны қайта енгізу 6 жасында мектеп алдында жүзеге асырылады. Қызылшаға қарсы егу реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Кейде балаларда дене температурасының 37-38 градусқа дейін шамалы көтерілуі байқалады. Бұл вакцинациядан кейін 5-8 күн ішінде болуы мүмкін және 1-3 күнге созылуы мүмкін. Сонымен қатар, нәресте дене температурасының жоғарылауы аясында аллергиялық реакцияны немесе жеңіл құрысуларды дамыта алады. Егер нәресте иммунитеті едәуір төмендететін ауруға шалдыққан болса, немесе дененің қорғаныс функцияларын басатын дәрілерді қабылдаса, сіз вакцинация жасай алмайсыз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз.